Неге соңғы жылдары тізе буын артрозы көбейіп кетті деп ойланатын сәттер болады. Әсіресе Қазақстанда, әсіресе әйелдер арасында. Бұрынғы апаларымыз ондайды көп естімейтіндей еді, ал қазір әр үйде кем дегенде бір адамның тізесі ауырып жүретінін көресің. Мұның себебі бірнеше жағдайдың қабаттасып, бәрі бірге әсер етуінде. Бұрын халық таңнан кешке дейін қозғалыста болатын, қырда, далада, аулада күннің астында жүретін. Біздің буын соған үйренген еді. Ал қазір көп нәрсе экраным ішінде. Жұмыста, жаңалықта, әңгімеде, телефон мен теледидарға көшті. Міне, бүгінгі өмірде таң атқалы кеш батқанша бір орыннан қозғалмай отыратын күндер көбейіп кетті. Қозғалыс азайған сайын бұлшықет баяулап, буынның айналасындағы қорғаныс та әлсірейді. Күннің көзін аз көретін болдық, Д витамині төмендейді. Бұл дәрумен жетпесе сүйек те, шеміршек те әлсірейді. Жылдар бойы осылай баяу қимылдап, ұзақ отырып жүре берсек, буын өз жұмысын бұрынғыдай атқара алмай қалады. Сондықтан қазір бірден көп жүру керек деген сөз дұрыс емес. Егер артроз жайлы толығырақ білгіңіз келсе, біздің арнада осы тақырыпқа арналған видеолар бар, тізе буын артрозы және артроз кезінде қалай жүру керек. Сол видеоларды көріп, пайдалы кеңестер алыңыз, сілтемелері осы видеоның соңында беріледі. Ең қызығы, қозғалыс азайғанмен тізеге түсетін тұрмыстық жүк азайған жоқ. Үй шаруасы, шелек тасу, ауыр сөмке көтеру. Бұлардың бәрі бұлшық етке емес, тура тізе буынның өзіне салмақ түсіреді. Бұлшық ет әлсіз, жүк көп, ең қауіпті комбинация осы. Жасы келгенде әйелдің ағзасы баяулайды, бұрынғы әйелдік гормон кемей бастайды. Эстроген азайғанда буында қорғанышсыз қалады, шеміршек жоғарады, сүйек тығыздығы төмендейді, қабынуға бейімдігі артады. Сол себепті дәл осы кезеңнен кейін артроздың тез жиілеп кетуі заңдылық. Әсіресе 60-тан асқан әйелдерде артроз жиілейді. Себебі жасы ұлғайғанда шеміршек баяу жаңарады, буын сұйықтығы азаяды, сүйек тығыздығы да төмендейді. Ер адамдарда мұндай жағдай сирек. Себебі оларда бұлшық ет көбірек, сүйекті ұстап тұратын тестостерон жоғары, артық салмақта әйелдерге қарағанда аз кездеседі. Сондықтан буындары ұзаққа шыдас береді. Жасы келген адамның асқазаны да бұрынғыдай жұмыс істемейді. Ферменттер баяулайды, өттің ағуы нашарлайды. Соның салдарынан Д витамині, омега-3, кальций, магний сияқты буынға ең керекті заттар толық сіңбей қалады. Өт артроздың тікелей себебі емес, бірақ ол баяуласа, біздің буынға қажет нәрселер толық дами алмайды. Қысқасы, бүгінгі жағдайдың себебі бір ғана фактор емес. Жас ұлғайған сайын болатын табиғи тозу, гормондық өзгерістер, қозғалыстың азаюы, тұрмыстық ауырлық, витаминдердің дұрыс сіңбеуі бәрі қосылып буынды әлсіретеді. Сол себепті қазір, әсіресе 60-тан асқан әйелдер арасында тізе артрозы жиі кездеседі. Баяғыда жағдай басқаша еді. Адамдар таңнан кешке дейін қозғалыста, күннің астында, таза ауада жүретін. Тағам табиғи болды, сорпа, жілік май, қымыз, айран бәрі буынға керек дәрумендердің көзі. Д дәрумені күннің өзінен ақ алынып тұрды. Артық салмақ сирек, аяқ киім табиғи және ыңғайлы еді. Егер артроз туралы толығырақ білгіңіз келсе, біздің арнада осы тақырыпқа арналған бөлек видеолар бар. Сол видеоларды қарап, пайдалы кеңестер ала аласыз. Сілтемелері осы видеоның соңында беріледі. Құрметті ағайын, артрозды ерте анықтап, дұрыс күтім жасасаңыз, бұл ауру асқынып кетпейді. Өз денеңізді тыңдап, дұрыс қозғалып, дұрыс тамақтанғаныңыз маңызды. Ең бастысы, өз бетіңізше емделмей, дер кезінде дәрігерге қаралыңыз. Уақытында қаралсаңыз, буынды сақтап қалудың толық мүмкіндігі бар. Көп көрермен доктор Берік арнасын жазылу сөз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық контенттің жалғасуына үлкен қолдау. Егер сізге ыңғайлы болса, дәл қазір жазылып, бұл видеоны жақындарыңызға жіберіңіз, бір адамға болсын, пайдасы тисін. Берік болыңыз, бірге болыңыз.